Құрметті қазақ елі, міне жеңіс, міне рекорд, міне сенсация. Қазақстаннан келген 3 командамыз бірдей алғашқы 3 орынды өз қанжығаларына байлады. Қазақстан А 1-ші орын, Қазақстан Б 2-ші орын, Қазақстан С 3-ші орын. Сондай-ақ 80 мемлекеттің ерлерін артқа тастаған таймерист үздік 15-ке кірді. Дәл қазір менің жанымда Бүркіт арнайы жасағының офицері тұр. Әрине бұл енді біздің жігіттердің маңдай тері, нұсқаушылардың маңдай тері, еңбегі сол ақталып жатыр деймін. Биыл ұлттық құрама, оның ішінде Ішкі істер министрлігінің Сұңқар, Арлан, Собыр, мемлекеттік күзет қызметінің Сардар, ұлттық ұланнан Бүркіт құрамалар құралып, осында бір жұдырық болып, биыл бірге өнер көрсетіп отыр. Мен ойлаймын, осы жеңістердің бәрі осы бір жұдырық бола алғанымыздың арқасы деп ойлаймын. Рахмет. Ішкі істер министрінің орынбасары ұлттық ұланның бас қолбасшысы да бүгінгі жеңіске өз пікірін білдірген болатын. Біздің президентіміз қадағалап, қарап, өзінің ой пікірлерінен айтып отырады. Біз оны ескере отырып, осы командаларда дайындап алып келдік. Ең басты жанкүйеріміз біздің қазақ халқы қарап отыр. Ең басты жанкүйеріміз біздің президентіміз қарап отыр. Барлығын көріп қолдап отыр.